Қазір біздерге дұға қыл десе, қазіргі жастар қалай дұға қылады? Я Алла, кәсібіме береке берші. Қазір біздің қазақтардың ше, дұға жасағаннан кімде қандай проблема бар екенін білуге болады. Өйткені қарызға кіріп кеткендер, я Алла, қарызымыздан құтылуды нәсіп ет. Жұмысы жүрмей жатқандар, я Алла, кәсібімізге береке бер. Жалпы кәсіпте жүргендер, кәсіпке береке бер дегеннен оның кәсіпкер екенін білесің. Біреулер, я Алла, бәрімізге денсаулық бер деген, бір жері не той екенін білесің, бір жері ауырып жүр оның. Қариялар, білесіздер ме, қариялар қалай дұға қылады? Я Алла, абир бер. Абир деген негізі қазақша ол абырой бер. Ал жастар осы қариялардың абырой бер деп сұрайды ғой. Осының не екенін білмейміз біз. Не сұрайды білесіздер ме? Қариялар қартайған кезінде оларға кәсіп қызық емес оларға. Оларға ше бала шағасының алдында төсекте жатып қор болып өлуден артық қиындық жоқ екен ғой. Талай қариялар ауырып төсек тартып жатқан кезінде бала шағадан сөз естіп қалып жатыр да жігіттер. Олар айтады екен ғой, я Алла, абыроймен төсек тартып жатпай әйтеуір аяғымда жүріп өлейінші, олардың арманы сол екен ғой. Бірақ қараңыз, менің айтқым келіп жатқаным мынандай дұға естігенсіздер ме? Я Алла, бір күн тоқ жатайықшы, бүгін бізді тоқ жатуымызды нәсіп етші деген сұраған адам естіп жоқ. Ондай адамдар жоқ қазір. Неге? Оны 37-ші жылы біздің аталарымыз сұраған соңғы рет. Олар кәсіп жайлы сұрамаған. Олар, я Алла, өлген малдың терісін қайнатып жеп жатқан кезінде, я Алла, бүгін бір күн тоқ жатайықшы, ертеңгі күн жан нәсіп деп сұрайтын болғанда. Олар кәсіпке береке сұрамаған олар. Ағайындар, ал не дейді? Денсаулықты бар кезінде сұра, ауырмай тұрып денсаулық сұра, жоқтық келмей тұрып тоқтық сұра дейді. Қазір байқайсыздар ма, біз, я Алла, тоқтық берші деп сұрамаймыз, өйткені біз тоқтықпен ауырып жүрген адамдарымыз. Біз қазір біз азумен қалай азсам екен деген біздің қазақтың жігіттері кейбір қалай азсам екен деген уайыммен дәрілер ішіп, тренировка істеп, азудың жолдарын қарастырып жүрген адамдарымыз. Біз көл-көсір тамақтар істейміз. Біздің тамақтарымызда біз отырып кеткеннен кейін жартысы сол күйде артылып қалып жатыр. Оның жартысы итке тамақ болып жатыр да. Бізге қазір ағайындар Құдайдан бер деп сұрағаннан гөрі шүкір, кешір, осы екеуін көбірек айтқан дұрыс сияқты. Я Алла, осы бергеніңе шүкір. Мына біздің ысырапымыз үшін кешір. Ғалымдар айтады, сен шүкіршілік ете алатын болсаң, сол шүкіршілік ете алғаның үшін сен Аллаға шүкіршілік ет. Өйткені талай адамдар шүкіршілік ете алмай өтіп кеткен дейді. Бауырлар, қолымызда бар нәрселердің қадірін білейік. Біз қазір менің айтқым келгені көп бауырлар, біз қолымызда бар нәрсенің қадірін білмейміз. Шүкіршілік ете алмай жатыр. Әжептеуір көлікпен келген жігіттер менде болмай жатыр деген кезінде ойлаймын да, субханалла, төсек тартып жатып қалшы бір 2 күн 3 күн, сол кезде білесің сен қолыңдағы бар нәрсенің қадірін. Ал ең қымбат нәрсе, қазақ айтады ғой, денсаулық. Бұл ең қымбат нәрсе, денсаулық. Денсаулығыңыз бар ма, соның қадірін біліңіз. Кішкене дүниеңіз бар ма, соның қадірін біліңіз. Сіз сияқты болуды армандап жүрген адамдар бар, ал сіз басқа нәрсе армандап жүрсіз.